Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Қарасақал Жақсылықұлы. Бүгін негізі қазақтың ақындарының әрбір сөзі, әрбір өлеңі адамның бойына шынымен де күш қуат бітіреді. Неге біз басқа елдің адамдарынан мотивация алуымыз керек? Қарап отырсақ, қазақтың тарихында да сондай мотивацияның 10 есесін күш қуатын беретін ақындарымыз бар. Сондай керемет ақындарымыздың, әулиелеріміздің бірі Шәкәрім бабамыздың бір бүгін керемет өлеңін сіздерге ұсынғым келіп тұр. Адамдық борышым деген. Маған өте қатты әсер етті осы өлең. Өлеңді негізі әрбір сөзін бойыңнан өткізіп оқыған кезде ол саған шынымен де күш қуат береді. Сол керемет өлеңді сіздерге де ұсынғым келіп тұр. Әрине құлақпен емес, жүрекпен тыңдасаңыздар керемет өлең. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай, ар сақта, бұны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мәнсәптің тағы үшін. Нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше. Жоба тап, жол көрсет, келешек қам үшін. Қайтадан қайрылып қауымға келмейсің. Барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар, артыңда із қалдырсаң, шын бақыт осыны мәңгілік өлмейсің деген Шәкәрім бабамыз. Сондықтан да сіздер де осы өлеңді оқып, бойларыңызға тоқып, шынайы жүрекпен сезінетін болсаңыздар, әрбір жолында адамға алапат күш қуат беретін энергия жатыр. Сондықтан да сіздерге де осы бабаларымыздың қалдырған мұрасын, күш қуатын сезінуді баршамызға нәсіп етсін. Күндеріңізге сәттілік.